Жақсы пиццаның негізі қызанақ соусы мен ірімшік. Итальяндықтар моцарелла мен пармезан сорттарын таңдайды. Дегенмен таза сүттен жасалған ірімшіктер де жақсы. Сол себепті үйреншікті қатты голландиялық сорттарды таңдасаңыз, қателеспейсіз. Қатты қызарған қызанақтар дайындау барысында езіліп кетеді. Сол себепті сәл қаттылауын таңдау керек. Мүмкіндігінше шырынды қызанақты қоспаңыз. Үйде әзірлеген пиццаға жылдам дайындалу үшін дайын дүкен шұжығын қосатындар көп. Олай болса, майлысынан аулақ болыңыз. Фарш пен қазы, құс етін қосамын десеңіз де солай. Кейінгілерін алдын ала бір пісіріп алсаңыз артық етпейді. Дәмдеуіштер пиццаңыздың негізгі төлқұжаты. Иісі аңқып тұру үшін италиялықтар райхан жебір шөптерін қосады. Орыс асханасындағы танымал шөп шаламды араластырмаған жөн. Италияның кей өңірлерінде тәтті пиццаны дайындау дәстүрі де бар. Бұндай түрлерін балалар пиццасы деп атайды. Бұндай тағамға ірімшікпен бірге ананас, банан жиі қосылады. Оның қамыры жеңіл сорттоннан, ал ірімшік жұмсағынан таңдалады. Ардақты ағайын, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама бірге таңдаймыз. Әдеттегідей тікелей эфирдеміз, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Ашыған қамырдан дайындалатын ашық бетіне күрделі салма салынған табаннан немесе пирогты әрине пицца дейміз. Бетіне шұжық, саңырауқұлақ, зәйтүн, қызанақ, шіркінай десеңізші, тәтті бұрыш туралып салынатын сан түрлі салмасы бар ас. Ол аз десеңіз бетіне ірімшікті үгіп тастап, пешке қыздырып алатын дәмді пицца ғой. Итальяндықтар саусақпен қамырын шыр айналдырады, ал біздің аспаз қалай әзірлейді екен? Қарсы алайық, біздің екінші қонағымыз Нұржамал Ерубай қызы келіп отыр екен. Келіңіз, Нұржамал ханым. Сәлематсыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Қалыңыз қалай? Я, аман-есен жақсы. Келе жатқан мереке құтты болсын. Сізге де құтты болсын. Сізге не кисеңіз де жарасады. Өткенде сіздің киіміңіз басқаша сияқты. Қазір ақ түс пен қара түс арналған, арнайы сіздің осы аспаздарға арналған киім ғой. Сізге өте тамаша жарасып тұр. Рахмет. Рахмет сізге. Ал енді айтып жатырмын, Нұржамал әпке қазір бірнеше пиццаның түрін дайындайды деп. Қанша түрін дайындамақшысыз қазір? Бүгін біз пиццаның 5 түрін дайындаймыз. 5 түрін? Иә, 5 түрін дайындаймыз. Қандай тамаша? Бізде кішкене ғана пиццалар болады бүгін. Сол себептен біз әртүрлі қылып дайындағанды жөн көрдік. Егер сіздер үлкен пицца жасайтын болсаңыздар, қатарма-қатар тізіп қойсаңыздар болады бұны. Иә. Бір үлкен пиццаға барлығы бұған кетеді. Бүгін бізде зәйтүнмен болады пицца. Не қажет екен бірден айтып өтейік, тізіп айтып шығайық, иә? Иә, өткен жолдағыдай бізде ұн, майонез қосқан жөн болады қамырларыңызға. Жоғарғы сұрыпта әлде екінші сұрып? Жоғарғы сұрыпта болады, екінші сұрыпта болады. Ұнаған, өзіңізге ұнаған ұннан сесеңіз болады. Майонез қосамыз біз бұл ұнға. Қамырымыз жұмсақ болу үшін әрине майонез жақсы. Майонез қосамыз, иә. Сосын? Майонез қосамыз. Және де? Бұл пиццаға арналған шөптер. Бұл өздеріміздің дүкендерімізде өте көп. Әртүрлісі бар. Дрожжи қосамыз. Аштықы? Аштықы, иә. Тұз. Ең соңында май қоссақ. Кәдімгідей сұйық май? Кәдімгі сұйық май. Енді іске кірісейік. Бізде өте жұмсақ болады. Май қосылған қамырымыз. Ал енді ардақты ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Байланыс нөміріміз 55-37-76 хабарласаңыздар болады. Қазір біз Нұржамал әпке біздің бірге таңдаймыз бағдарламасында пиццаның 5 түрін дайындамақшы, 5 түрін. Енді оны қалай жасайды екен, қалай дайындайды екен? Алдымен қамырының құрамын айтып өтіп жатыр, айтып өтіп кетті. Бір шолып өтейін, майонез, арнайы осы қосылатын шөп, аштықы және сұйық май. Әрине енді астың дәмін келтіретін ол тұз, солай емес пе? Әрине. Менің енді осы соңғы кезде осы бір пиццаларды ұнатып жүрмін. Нұржамал әпке, кәдімгідей ағаш отқа пісірілген, төменгі сұрыптағы қара, қап-қара жаңағыдай. Қап-қара дегенде енді қоңыр түсті ғой. Жаңағы жұқа қылып жайылған, және ол жеген кезде сондай жұқпысақ, шеткі жағы қытырлақ болып келеді. Ой, енді өте дәмді, сондай керемет екен.
Сіз енді оның барлығын жасай аласыз ғой өзіңіз? Иә, ол үшін енді бізге бірінші ол әдейі арналған сондай пештер болады. Пештер болады. Италияда, иә. Ол пештерде 2 минут піседі. Біздің жай пешімізде, тоқ пеште, ол 15-20 минутта піссе, ол 2 минутта піседі. Олардың градусы 470-500-ге дейін болады. Ал бізден енді 200-250-ге дейін барады, сондықтан 10-15 минутта пісіреміз, солай ғой? Сол үшін, иә. Нұржамал апке, біздің көрерменіміз WhatsApp-қа бір SMS арқылы хат жіберіпті. Мынау дейді, пиццаның қамыры қатты болып қалмасы үшін не істейміз дейді. Не қосу керек дейді. Пиццаның қамырына сіздер майонез қосыңыздар, әрине. Майонез ол жұмсартады қамырды. Және де май. Май. Иә, кәдімгі сұйық май. Болады біреулер айранға істейді. Бұл ең қысқа жолы, оңай жолы. Майменен, иә, майменен, сұйық майменен, әрине майонез. Шөпті араластырып аласыздар, дрожжиді онменен араластырып аласыздар, ашытқыны. Содан кейін барып, сіздер майонез саласыздар. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай қанша қасық саламыз, шамамен? Біз шамамен осында қазір 4 кішкентай қасық салсақ. Жеткілікті ма? Жеткілікті осының өзі. Ой, керемет. Енді бір 5-4 қасық жаңағыдай кішкентай қасық майонез салдыңыз. Енді тұз бен су араласқан. Енді тұз бен су араластырамыз. Қамырды қанша минут ұстап тұрамыз? Қамыр, ол әрине жылы жерге қойсаңыз, жылы суда істесеңіз, мұзай суда істелінген қамырдың да көтерілуі өте қиын болады. Сол үшін жылы суда істеген жөн болады. Суымыз қанжылым болу керек екен. 15-20 минутты сіздер жай дастарханға орап, пештің үстіне қойып қойсаңыздар, жаңағы батареяның үстіне жылы болады, тез көтеріледі. Керемет, хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлематсыз ба? Алло, сәлематсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Сәлематсыз ба? Сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын келе жатқан. Сізді де құттықтаймыз. Есіміңіз кім? Мен есімім Камшат, Қарағанды облысы Нұра ауданынан хабарласып тұрмын. Камшат, сәлематсыз ба? Я, сұрағыңыз бар ма? Айтар кеңесіңіз бар ма? Сұрайын деген жаңағы шөп, қамырға шөп қосты ғой, аты қандай деп соны білейін дегем. Бұл шөптің аты базилик, орегано, майран дейіледі. Жалбыз, райхан, әртүрлі болады ішінде. 3-4 түрлі шөп болады. Ол қазіргі дүкендеріміздің барлық жерде бар. Табылмайтын нәрсе емес, зат емес бұл. Бағасы қанша тұрады өзі? 150-200 теңге тұрады. Кішкентай қорапшаларда тұрады ғой осындай. Иә. Міне, және ол пиццаға әдемі бір жақсы бір тәтті дәм береді, солай емес пе? Иә. Міне, сұйық майды қойып жатырсыз. Біз қамырды біраз илегеннен кейін барып қосыңыздар сұйық майды. Егер сіздер бір 5-6 ас қасық осы қамырға жеткілікті, қамырды илеп болғаннен кейін қоссаңыздар, сонда сіздердің қамырларыңыз өте жұмсақ болады. Егер сіздер майонезбен араластырып, болмасам сумен араластырып құйсаңыздар, әрине ол қамырыңыз бөлініп шығады. Иә, бір рет шолып өтейік, тағы да Нұржамал әпкеміз бірінші қамырмен мына шөпті бірге асықпай араластырып алды. Кейін менің қарап отыруым бойынша 4 кішкентай қасық майонезді салып алды, оны араластырды. Кейін жаңағыдай тұз бен су қосылған суды да біртіндеп қосып отырды да, кейін артынан асықпай елеп алғаннан кейін барып сұйық майды қосқан болатын. Сол кезде өзі арнайы бір артынан салып отырсаңыз, қамырыңыз да жұмсақ болады, пиццаңыз да дәмді болып шығады. Өткенде ең алғаш біздің осы Нұржамал әпкеміз өзі қазақылыққа жақын, өзі сондай бір тағамдарды да мықты дайындайтын көрініп тұр. Ең алғашында қазы қосылған пицца дайындаған болатын. Енді ол пиццаңыз шын мәнісінде бүкіл осы хитке айналған, барлығы соны жасайтын болды. Тіпті видеосында бізге жіберген көрермендер бізде көп болды. Кейін қазақтың даласы деп аталатын салат дайындап берген болатынсыз, иә? Иә. Енді құрметті көрермендер, мына экранның төменде осы қамырға қосылатын құрамдары барлығы жазылған. Оны жазып алсаңыздар да болады, телефонға түсіріп алсаңыздар болады. Енді біз оны дайын. Дайын, иә? Қанша минут ұстаймыз? Біз 15-20 минут ұстаймыз қамырымызды. Біз яғни тікелей эфир болғаннан кейін арнайы қамырды дайындап қойған болатынбыз. Дайындап қойған болатынбыз қамырды. Және оны 5 бөлікке бөлгенбіз, солай ғой? Сіз оны аша беріңіз, мен онда осы ретте бір ақпарат айта өтейін. Пиццаның алғашқы нұсқалары көне гректер мен римдіктерге болған. Ол нан үзінділеріне салынған күйінде дастарханға қойылған.
Ал қызанақтар Европаға жеткізілген кезде Неапольде итальяндық пицца үлгісі қалыптасты. Сөйтіп 17 ғасырда пицца даярлайтын арнайы адамдар пиццайола пайда болған екен. Енді жаңағыда 17 ғасырда деп жатырмыз ғой, негізі пицца осы итальяндықтардан отаны сол жер емес па? Және де ол жаңағыда итальяндықтар кезінде жаңағыдай осы ашаршылық кезінде осы қамырды жая салып тез дайындалатын, және де ішіне барлығын жеміс жидектерді, көкөністерді салып дайындайтын ең оңай тамақтар болған болатын. Және ол қазір бүкіл әлемге жаңағыдай жарияланған, барлығымыздың сүйіп, балалардың жақсы көретін тағамы пицца. Сіз қамырды жая беріңіз, сосын мен мына керекті дүниелерді салап сізге көмектесе берейін. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Саламатсыздар ма? Саламатсыз бәпке. Мен осы бағдарламаны іздеп күнде көремін. Неше түрлі нәрсені үйреніп жатырмын. Және мен өзімнің осы 10 минутта пісетін рецепт жайлы немді айтайын деп едім. Рецептімді. Өзіңіздің рецептіңіз, иә? Иә, өзімнің емес шығар енді. Үйде қолданып жүрген? Тез дайын болатын. 10 минутта дайын болатын. Жаңағы қамырды көтертпей-ақ, майонез, 2-3 жұмыртқа қосып, майонез қосып, сөйтіп сұйық қылып қамырды жасап, дайын анау печкаға салатын ыдысқа құйып, үстіне колбаса, үйіңде не бар, соны салып, сөйтіп пісіруге болады. Кетчуп салып, бетіне жағып. Яғни сіз 3 жұмыртқа қосасыз ғой, майонез қосасыз? Әшейін бай кішкентай ғана тұз қосам болды. Анау сұйық майдан қоспайсыз ба? Жоқ, сұйық май қоспаймын. Сонда қамырыңыз жұмсақ болып шығады, иә? Жұмсақ, кәдімгі анау қаймақ сияқты қыламды. Қандай керемет. Есіміңіз кім? Гүлсім болады, Тараз қаласынан, Тұрарсқұлов ауданынан. Гүлсім әпке, алғысымыз шексіз, өз кеңесіңізбен бөлісіп жатырсыз. Я, енді оны келесте өзімізде де пайдаланып көретін боламыз. Иә, дұрыс айтасыз. Яғни майонезге жаңағы 3 жұмыртқа қосады екен. Иә. 2 жұмыртқа, сұйық май қоспайды екен. Сонда ол жып-жұмсақ 10 минутта пісетін пицца болып шығады екен. WhatsApp-қа сұрақ келген екен, Нұржамал әпке, соусты немен жасаймыз дейді. Бұған да осыны жасайын ба? Бәрін бір майонезбен. Білесіздер ме, соусты жай томатты алып, оны майға қуырып, ішіне қант салып, тұз салып, 1-2 тамшы уксус тамызып, су құйып, 15 минут қайнатасыз, сол өзі пиццаның соусы болады. Енді қазіргі жағдайда бізге қолайлысы кетчуп, көпшілік үй бекелері ойлауымша, білуімше, кетчупты қолданады. Ол ең қысқа жолы, әрде сіз үйде істеген соуспенен ол бірдей болып шығады, солай болып шығады. Солай болып шығады ма? Мына майонез екеуін араластырсақ та дәмді, өте дәм береді, солай емес пе? Иә, өте дәм береді. Нұрбегүл, мен сізге бір қызық жай айтқым келеді осы пицца бойынша. 17 ғасырларда бұл пиццаны қарапайым халық жеген екен. Оны бір күні Италияның құралы Фернандо I түнде халықтың өмірін білуге шығады, жай киініп. Сонымен бір естігеніңіз бар ғой, да? Мен енді көрермендерге айтып берейін болмасам. Қызықты ақпарат өте. Сонымен ол кісі тамақ жегісі келіп, жаңағы бір пиццерияға кіреді, пицца жасайтын, пицца пісіретін жерге. Ол кісіге өте қатты ұнайды. Үйіне келіп айтады, құрал әйеліне жаңағы жұбайына болатын. Біз қарапайым халық сондай дәмді нәрсе жейді екен, бізде содан істейік деп. Жоқ дейді, қарапайым халықтың жегенін құралдар жеуге болмайды дейді. Сонымен құралдардың мәзіріне Фернандо II кіргізеді, одан кейінгі Италияның болған құралы. Сонымен ол кісінің әйелі жұбайы мақұлдайды. Дұрыс айтасыз, ол жақсы өте ақпарат, мен өзім естігем. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік, ары қарай жалғастыратын боламыз. Алло, сәлематсыз ба? Алло, қайырлы күн. Алло, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Естіліп тұр ме? Естіліп тұр, сізді естіліп тұр. Мен сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Бірге таңдаймыз бағдарламасы. Рахмет, бірге болсын. Сізді де құттықтаймыз. Бұл Алматы облысы Есік қаласынан, Сандуғаш есімді аспаз.
Мен үзбей көріп отырамын сіздердің осы бағдарламаларыңызды. Иә, Сандуғаш ханым, тыңдап тұрмыз сізді. Маған Нұржамал апайға да бір кеңес айтқым келіп отыр. Мына қолғабын бағанадан бері сықылап отыр. Егер не қылса, артық болмаса, қолғаптың ішіне бірінші киер алдында онды жағып алып барып кисе, О, рахмет бәрі сізге. орнында болады. Үлкен рахмет сізге. Еш ойламаған жай екен. Иә, қандай керемет жақсы өзінің келесін айтып жатыр. Міне, бір рет шолып өтейік, қамырына қосқан нәрсе жаңадай жайып болғаннан кейін бір 10-15 минут оны сақтаймыз да, 5-ке бөліп алдық, кішкентайдан бетіне мына майонез бен кетчупты араластырып жақтық, кейін мына ірімшікті үккіштен өткізіп алған үккішті тоңазытқышта тұрған болатын, оны алып, сеуіп қызанақ, саңырауқұлақ және де осындай жасыл зәйтүнді салған болатын. Бұл үшеуі дайын болды. Енді оны пешке салып жіберейік. Бірінші біздің бірінші пешке салынды. Енді ары қарай жалғастыратын боламыз. Ардақты ағайын, бізде қазір шағын ғана жарнама. Жарнамадан кейін қайтадан жалғастырамыз, арда қосылып болсын. Кірісе берейік біз екінші. Құрметті көрермен, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама бірге таңдаймыз. Әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бағдарламамыз міне жалғасын табуда. Өздеріңіз көріп отырғандай Нұржамал ханым бізге өте керемет дәмді пицца дайындап жатыр. Бірнеше түрін дайындап жатыр дайындағанда. Енді міне жаңадағыдай майонез бен кетчупты қостыңыз, үстіне кірпішікті сеуіп, ет қостыңыз, иә? Етті кәдімгі сиыр еті, қой еті, жылқы еті. Қалағаныңызды. Кішкентай қылып турайсыз, өйткені ол жаңағыдай тез пісуіне көмектеседі. Екінші тағы да қосатын дүниеңіз ол? Бұл қуырылған мал сиыр еті, сәбізбенен қуырып, томат салып салсаңыздар, бұл жерге майонез жағу шарт емес, жаңағы кетчупты жағу. Бұл да өте дәмді болады. Дәмді пицца болып шығады екен. Үйдегі отбасыңызға, жаңағыдай бүкіл келген қонақтарыңызға бір пиццаның бір түрін емес, бірнеше түрін істесе болады. Істеп, көрсетіп, дәм татса болады екен, иә? Нұржамал ханым, енді сізді осы асханаға қалдыруға тура келіп тұр. Сіз уайымдамай, пиццаңызға кірісіп, жұмысыңызды жасай беріңіз. Мен жұмысымды ары қарай жалғастырайын. Иісі кәдімгідей тамаша болып, аңқып тұр иісі, шіркін-ай. Біздің пиццамыз дайын болды. Құрмет көрмен, өздеріңіз көріп отырғандай, астарыңыз дәмді болсын. Арайлым, сіз енді дәмін көріңіз. Әрине, қуана. Міне, Нұржамал ханым, өзіңіз бересіз бәлі шетінен сәл кесіп аласыз ба? Кеспейін сіздерге қыздар. Нұржамал ханым өзі арнайы кесетін құралында алып келіпті. Өздеріңіз көріп отырғандай, тікелей эфирде жаңағы Арайлым ханымның көмегімен балаларға арналған шыршаны дайындалған болатынбыз. Сізге ұнады ма, Нұржамал ханым? Өте ұнады, керемет шыршаларыңыз қыздар. Енді міне, сіздің жасаған еңбегіңізге осындай тәтті пиццадан дәм тату бұйырып тұр. Дәмін көрсеңіз болады, Арайлым. Иә, дәмін көріп бағасын. Енді мен міндетті түрде сөз жоқ, дәмді екеніне көзім жетіп тұр. Ыстық, иә, әрине. Ірімшігі созылмалы, өте дәмді. Көп рахмет, Нұржамал ханым, алғысымыз шексіз. Жаңа жыл жақсылығымен келсін. Арайлым, сізге де рахмет. Құрметті көрермен, біз қоштаспаймыз. Бізде қазір жарнама. Жарнамадан кейін қайтадан жалғастыратын боламыз. Арнамыз қосылып болсын.